жырлайтын Сая Құдайбергенқызы алдарыңызға шығады. Бір қошемет, құрметпен қарсы алыңыздар. Құрметті ауылдастар, құрметті жерлестер, біздің Желтау жалпы күркелі өңірі өте топырағы қасиетті өңір екен бәріміз білеміз. Бұл жерде небір данышпандар, небір даналар туған. Қазіргі таңда өзіміздің қолымызда қолда барды алтынның қадірі жоқ дейді, өкінішке орай. Расында біріміз біліп атсақ, біріміз білмей атамыз. Ортамызда кемеңгер қария Нығмет атамыз бар. Аллаға шүкір. Кеше сол кісінің үйінде қонып, біраз рухани азық алдым. Өте көп ақпараттар алдым. Сол ақпараттарды жаңа мына тілек айтып, үйткен екен, бүйткен екен, науыңа жырыңа қос деп, осы сол атамыздың өлеңінен оқып, өзінің айтқан ақпаратын алып, тарихи шолу жасаған жайымыз бар. Көріп, мына бір өлеңін сіздерге оқып берейін деген жайым бар еді. Қазір. Желтау тұр сарарқада жеке дара, одан биік тау бар ма осы маңда, жотасы өркеш-өркеш ойсыл қара, беттеп келе жатқандай маңғаздана. Іркес-тіркес қарасаңыз сансыз жота, керуендей көрінеді сағымдана, секілді керуен басы тоқтап тұрған, биік тау сонау тұрған жеке дара. Сол тауға күйеу шоқы кішілікпен, аса бір таң қаларлық ептілікпен, бас иіп Желтауына тағзым етіп, етектеп аяқ жақта тізе бүккен. Аймақтың жері сулы, нулы өлке, тамсанбай өткен емес ешбір пенде. Жазды күні енес өлген жетім қозы, қой болып қосылады сол күзінде. Әлемде жерлер бар ғой әсем өлке, десекте туған жердің сән өзгеше, адамның туған жері өзіне ыстық, орын алған жүректен мәңгілікке. Нығмет атамыздың жүрегінен шыққан жырлары осындай жиында неге айтылмасқа? Осындай жерде біз сценарий іздеп әлек боламыз, оған мәтін іздеп әлек боламыз. Оның барлығы сол кісінің жырларында тұнып тұрған екен. Тыңдағандарыңызға рахмет.